Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бүгін шоколадно-творожный пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болатын, отбасыларыңызға бірден ұнайтынына сенімдімін. Қарапайым заттардан ғана жасалынады. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, осы пирогты менімен жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ертілген сары май, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды қосып, кейіннен ұнымызды, какао разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып, жұмсақ тесто илейтін боламыз. Толық рецептіні видеоның астына қалдыратын боламын, қыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрасаңыздар жауап беремін. Қолымызбен осылай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қыздар, егер тесто қолдарыңызға жабысып жатса, 1-2 қасық ұн қосып жіберсеңіздер болады. Ол деген сіздердің жұмыртқаларыңыздың категориясына да байланысты болуы мүмкін. Сондықтан плюс-минус 1-2 қасық ұн қосып жіберсеңіздер артық етпейді. Енді начинкасын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге творог керек, жұмыртқа, сметана. Егер сіздерде творожный сыр болса, қосып жіберсеңіздер дәмі өте керемет болады. Кукурузный крахмал қосамыз, қыздар. Егер кукурузный крахмалды таппасаңыздар, картофельный крахмалды да қоса беріңіздер. Блендермен араластырып жіберсеңіздер де, миксер, винчик маңызды емес, қайсысы бар қолыңызда, сонымен жақсылап однородный масса болғанша араластырып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан тестамызды алып, осылай оқтаудың көмегімен жұқартып алсақ болады, немесе қолмен де жайсаңыздар болады. Менде 24 сантиметрлік форма. Осылай тестаны біркелкі етіп формамызға жайғастырып алып, артық жерін оқтаумен осылай алып тастаймыз. Жұқа болып тұрған жеріне тесталарды жалғап, әдемілеп жайып шығамыз. Вилкамен тесеміз, тестамыз көтеріліп кетпес үшін. Одан кейін начинкамызды салып, лопатканың көмегімен осылай жан-жағына тестаға біріктіреміз, қыздар. Сол кезде, піскен кезде біздің тестамыз бен начинкамыз біркелкі пісетін болады, тестадан ажырап кетпейді. Алтын ала қызып тұрған пешімізге 160 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. 7-8 сағатқа суытуға қойып қоямыз, қыздар. Пирогымыз піскеннен кейін ғана барып шоколадты ганаш жасаймыз. Пирогты 7-8 сағатқа немесе бір тәулікке суытамыз. Шоколадымызды водяной баняда ертіп алсаңыздар болады, немесе микроволновкада да ертіп алсаңыздар болады. Қыздар, пирогымыз жақсылап 7-8 сағат суығаннан кейін ғана біз шоколадный ганашымызды пирогымыздың үстіне құятын боламыз. Обязательно пирогты суытып алыңыздар. Осылай біркелкі етіп, шоколадты начинкамызды бетіне қойып шығамыз да, 1-2 сағатқа суытуға, шоколады қатқанша холодильникке салып қоямыз. Бұл жерде, қыздар, мен пирогты ерте кесіп жібердім. Балаларым шыдамай жейміз деген соң ерте кескеннен кейін менде осындай трещиналар болып тұр. Сіздер обязательно 7-8 сағат немесе бір тәулікке қалдырып суытсаңыздар өте керемет болады. Осы пирогты жасауға кеңес беремін, қыздар. Отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Сіздерге осы рецепті ұнайтынына сенімдімін. Құрбыларыңызға жіберіп, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, тіркеліп кетіңіздер. Көптеген өте оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Мөлдір.